Сәлем достар, сіздермен болған Сабикоштока арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы қиын тағдыр деп аталады, бірінші бөлім. Және де бұл Ару Тока екеуміз коллап түсіріп жатқан болатынбыз. Мен оны ұмытқан жоқпын, коллапты арасында шығарып тұратын боламын. Және де осы сериалды да ұмытпаймын. Егер сіздерге бұл видео ұнап жатса, менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Ал ендеше мен сериямды бастайын, кеттік. Сағат неше болды? Мен саған азан болып кеткен бе? Мен ең алғашқы мектеп күнінен қалып қойдым. Қай киімімді кисем болады екен? Жөнді киімім де жоқ. Осы жарасар. Так, аларды жинап қояйын. Үш киімді айналдырып кие беріп шаршап кеттім. Қолыма алып алайын. Аналар тұрып алды ма екен? Әлде тұрмады ма екен? Көріп келейінші. Ей, қайда кетіп баратсың? Қайда кетіп баратсың? Анашым, әкешім, мен жолымнан қашыңыздаршы, қазір мен сабаққа кешігемін. Сен не, бізге қарсы шығайын дедің бе? Анашым, әкешім, маған тиіспеңіздерші. Сен не жылап тұрсың, а? Көз жасыңды көрсетпе маған. Көз шашымды бір талдап жыла. Жібере салайық. Кет бар бет оң жу. Қашан қояды екен сол арақты? Бәріне шаршап кеттім. Үйімізде бір жетісіп тұрғандай. Жақсы болды. Шомылып алайын. Сүпкамен де шомылатын кезге жеттік. Енді айтып кетейін, айтпесе қазір тағы да ұрыс береді. Анашым, әкешім, мен кеттім. Енді барсайшы тез-тез. Шай, давай деп жатқаным ғой. Айтпа маған давай-мабайыңды. Жақсы. Тезірек жетіп алсам жақсы болар еді. Ей, қыз, тоқта. Ағай, кешіріңізші, мен кешігіп қалдым. Жақсы. Мектептің бірінші күні болған үшін сені кешірейін. Негізі кешірмейтін едім. Тезірек кетсеңдер, не ол? Майысып жүресіңдер. Кешіріңіз, ағай. Балалар, барлығымыз түгелміз ба? Я, апай, барлығымыз түгелміз. Тез бастайықшы сабақты. Қазір новенький бір оқушы келу керек. Тук. Кірсем бола ма, апай? Диана, сен де келдің бе? Я, апай, кешіріңіз, кешігіп қалдым. Ана жердегі орынға отыра ғой. Ей, сумаңдаған сұр жылан, енді сенімен бірге өткіземіз ба 7-ші класты? Аружан, тыныш отыр. Так, бүгін мына есепті жазамыз. Апайын аяқ сасып атыр. Дина келіп еді, сасып кетті ғой. Не болып қалды, Дина? Жоқ, апайым, мен ешнәрсе істеген жоқпын. Туф, терезе ашыңдаршы, құрсын. Ашы терезені. Өліпсіңдер ғой. Неге маған келмейді сол ес? Болды, терезені аштық, тыныш отырыңдар енді. Неге маған келмейді сол ес? Апайын аяқ реально сасып атыр. Не істедім? Не болды? Жаңадан келген оқушыны өтіп жылатып. Апай шынымен аяқ сасып атыр. Терезені аштық қой, тыныш отырсаңдар енді. Балалар, сендер тыныш отыра тұрыңдар, ал мен ана жаққа барып келемін қазір. Тыныш отырыңдар, шуламай. Нұрбекте. Берке. Бекада гуля. Кетінде бар. Кеш екем суретке түсекші. Тыныштық бола ма неқта? Не? Берке сен қызбен? Бітпеді сен қызбен? Беркеш беру? Жоқ.
мен әншейін айтып жатқаным ғой. Бергенде не болды? Тыныштық керек болса, өзің тышқан бір бөлмеге қамап қоям. Тыныш отырсай, өзімізбен өзіміз жүрген адамбыз ғой. Балалар, не болып жатыр бұл жерде? Туф, не қылатын қысып алдым. Балалар, не болып жатыр мына жерде өзі? Не істеп жатсыңдар? 5 минутқа ғана шығып келдім ғой. Тез орындарыңа отырыңдар барлықтарың. Барлықтарыңа есеп жазып алдыңдар ма? Иә, апай. Жақсы, онда қоңырауды жаңа соқты, естіген шығарсыңдар. Енді үйлеріңе қайта берсеңдер болады. Динадан басқаларың. Иә, апай. Ойда сенің шаруаң бұл. Жоқ, қайда апай, неге шақырдыңыз? Енді Дина, сенің үйінде өзі таза су бар ма? Шынымен де енді кішкене сасып отыр екенсің. Ренжімеші, бірақ енді қыз болған соң кішкене инабаттылық деген болу керек. Гигиена сақтау керек деген сияқты. Апай, біздің үйіміздегі су өте лас. Сол үшін әйтпесе мен таза болып жүгіріп келетін едім ғой. Жақсы қызым, барлығын түсінемін ғой. Жақсы, онда үйіңе қайта бер. Жақсы, апай, сау болыңыз. Шындығын сенсіз. Осындай күннен қашан құтылады екенбіз? Бәріне шаршап кеттім. Бісмилля деп кірейікші. Бір тыныштық болса